Я 4 қазаннан бастап интернетті SMS арқылы, ECP арқылы дейді. Үйтіп ойнамай-ақ қойыңдар, қайтесіңдер? Үйтіп қазақты өтірік. Сендер өз бір нәрсені бастайтын кезде өтірік бүйтіп, шетінен ғана шығармай, сразу интернетті өшіріп тастаңдар, бүкіл қазақтардың қайтесіңдер? Бұл диван батырлардың ешқандай пайдасы жоқ. Интернетті өшіріп тастаңдар, телефондарын алып қойыңдар. Ана кредиттер бар ғой, төлеп жатқан, үстіне пеня қосып қойыңдар тағы да. Неше айына қанша төлеп жатыр? 500 мың төлеп жатса 5 миллион қылып төлейтін болсын әр қазақ дұрыс. Макаронды, еттің бағасын бәрін, макаронды 100 мың қылыңдар, еттің бағасын 200 мың қылыңдар, дұрыс. Ауаны да немен счетчик қойып қойыңдар, ауаға да счетчик қойып қойыңдар. Унитаздан ағатын боқ сідікке де бәріне счетчик қойып қойыңдар. Не бар тағы, не бар? Квартираның ақшасы, қазақ жалдап жүрген квартиранттар бар ғой, 70-80% қазақтар. Соны 500 мыңнан миллионға дейін көтеріп қойыңдар квартираның ақшасын. Ауыз ашқандардың бәрін түрмеге жаба беріңдер, балаларыңды әскерге жіберіңдер, смело жіберіңдер. Біреуін инвалид қылады, біреуін өлтіреді, біреуін дымын қалдырмайды ғой, короче. Отыра беріңдер, үндемей қайтесіңдер. Дұрыс, молодец, үкімет, респект. 200-300, анау төбеде отырған 300 адамның ауызбіршілігі мынандай болды ғой, 34 жылда қазақтың бәрін атқорағы жіберді ғой кәдімгідей, Қазақстан атқорағы жіберді. Молодец, 34 жылда халығы жоқ, не істейді бұлар? Бұларға дым керек жоқ, той болса болды, тегін тамақ болса болды, еш нәрселермен бір жерлерін ауыртпайды, бәріне көне береді, үндемейді. Молодец, осындай керек, дұрыс, сауап, қазаққа сауап, молодец. Тағы не істейсіңдер? Астамдағы машиналар, әр қазақтың алдына кредитке алған бүкіл машиналарын бәрін тартып алыңдар, үйлерін бәрін тартып алып, бәрін түрмеге тоғыстасыңдар ма, 200 груз қыласыңдар ма, фарш қылып өткізесіңдер ма, орынға өткізесіңдер ма? Сосын тағы не істейсіңдер? Ал үкімет, ал айтыңдар. Ана көп балалардың пособиясын бәрін алып тастаңдар. Тегін садикті алып тастамаңыз. Садиктің айына 1 миллион болсын. Айлықты 50 мың теңге қылыңдар. 50 мың теңге де көп болады қазаққа. 5 мың теңге қылыңдар. Айына айлық 5 мың теңге қылыңдар. Далада таспен, шөппен қоректесін. Онда сатыңдар, тасты да, шөпті де сатыңдар. Қытайға бердіңдер ғой жерді, Россияға бердіңдер. Енді тіл қалды ғой айтпақшы. Қазақтар қазақ тілін сөйлемеңдер, қайтесіңдер. Қазақша керек емес. Қазақша деген тіл онша емес тіл. Ана нені сөйлеңдер? Ағылшынша сөйлеңдер, немісше сөйлеңдер, французша сөйлеңдер, орысша сөйлеңдер, қытайша сөйлеңдер, бірақ қазақ тілін сөйлемеңдер. Керек емес ол. Ят. Сөйлеуге болмайды, қазақ тілін сөйлеуге болмайды, ят қой. Тағы не істейсіңдер? Не қалды тағы? Бір-бірлерін қатындарыңды өлтіріңдер, балаларыңды өлтіріңдер, зорлаңдар, ұрлаңдар. Сөйтіп бір-бірлеріңді қырып отыра берсеңдер сол. Анау неше түрлі видео түсіреді ғой, қазаққа тисе басын шабам, басын айырам дейтін неше түрлі өтірік понт видеоларын түсіргендеріңді қойыңдар, осы сендер өтірік. Елдеріңді, жерлеріңді сатып, тілдеріңді сатып, бостандықтарыңды сатқанда қайда қалдыңдар? Сондай батырлар бар ғой, рингқа шығып алып бар ғой, айырам, жыртам, қазақ будет здесь газовать, қазақ деп. Атаның басы қазақ құлыстан, қазір қазағың. Штрафстан, жемқорыстанда өмір сүріп жатыр. Не елі жоқ, не жері жоқ, не байлығы жоқ, не тілі жоқ, не бостандығы жоқ. Дымы жоқ қазағыңның. Сондай геройлар бар ғой, отырып алып. Қазақ будет газовать, басы қазаққа тисе, басын шабам дейтін. Сондай батырлар бар, ана саяси тұтқындарға сообразить етіп, рингта күрескенде сондықсыңдар ғой, разна-раз шыққанда. Сол ана саяси тұтқындары бар түрмеден, анау қазақтың елім, жерім деген қаншама отбасыларын, бала шағасының қанын, өзінің әке шешелерінің көзін мөлдіретіп, жас толтырып, түрмеде шіріп атқан батырларымызды, алтын басты батырларымызды құтқарып алыңдар, Сосын барып әңгіме айтыңдаршы. Дым қалды әлдерің келмейді, қорқақ дивандағы тикток батырларды жинап алыңдар қастарыңа, дивандағы анау рингқа шығып алып, қазақ будет газовать, анау будет газовать. Атаңның басы, сондық болсаңдар, сол жаудың басын шапқыларың келіп, шапқыш болып баратсаңдар, герой болып күштерің тасып бараса, барып анау жемқор депутаттарды, анау Ақорданың барып қырып келіңдерші барып. Сосын барып айтыңдаршы бір нәрсені, өтірік бар ғой, дешевый понттарыңды тастаңдаршы сондай. Адамның жынына тиесіңдер. Ана жесір қаншама жесір әйелдер, бала шағаларының бәрі бақытсыз әйелдер бар. Сол нелеріңді, қарындастарыңды, апаларыңды қорғап алыңдар. Сосын барып әңгіме айтыңдар. Қаншама бала тастанды, алиментін төлемей, көрінген қатынның қолына кіріп алып, қатынның ақшасына күн көріп, езіліп, қатын кухонный боец болып, үйінде герой болып, қатынына ғана әлі келетін, әлсіз бір жерлердің ғана бар, әйтеуір еркек деген аты бар, затына сай емес, еркек деген аттан садаға кеткендер жетеді ғой. Бұл Қазақстанда.
Сол себептен өтірік пункттарыңды тастаңдаршы. Қазақ будет газовать, анау будет газовать, қазаққа тиссеңдер бастарын шабам. Шапқыш болсаңдар бар шабыңдар да, ана саяси тұтқындарды түрменің есігін жұлып алып шығыңдар. Қаншама елім жерім деген бас істейтін алтын басты батырларымыз шіріп жатыр ана түрмеде. Просто так не за что өмірлерінің бәрі талқан болып жатыр, елім жерім деген үшін. Сол бір халық жоқ, соған передача апарып, элементарно звондап, туған туыстарын іздеп, звондап, бандерольмен, почтамен, қара нан мен қара су жіберетін халықтың түрі мынау. Тегін тамақпен той болса болды. Өтірік понт, кредитке той жасап, кредитке үй алып, кредитке машина